Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай езілмей керемет болып шығатын күрішті жасайтын боламыз. Ең бірінші қазанымызға осындай майымызды құйып қыздырып аламыз. Одан кейін біз күрішімізді міндетті түрде алдын ала жуып кептіріп қоюымыз қажет. Яғни құрғақ болуы қажет. Және де осы қызып тұрған майымызға күрішімізді саламыз. Күрішіміздің барлығын салып болғаннан кейін осы майға араластырамыз. Яғни күрішке май тию қажет. Яғни барлығын өстіп жақсылап араластырып аламыз. Майымызға өстіп күрішімізді араластырып алғаннан кейін тағы да бір 2-3 минутқа қойып қоямыз майға. Одан кейін қайнап тұрған суымызды күрішімізге құямыз. Яғни күрішке тұзымызды құйып, және де суымыз міндетті түрде күріштен кішкене ғана асып тұруы қажет. Орташа отта 25 минутта біздің күрішімізді пісіріп аламыз. Мінекей, ешқандай жабыспай керемет болып осылай пісіп шығады. Ендігі біз тарелкамызге қалай әдемілеп салуды көрсететін боламыз. Осындай кесемізге күрішімізді өсіп толтырып салып, үстін осылай басып, тығыздап, және де тарелкамызге дәл осылай саламыз. Сол кезде әдемі болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.